қателеспесем 20 мыңнан асып кетеді, 25 мың теңге дей ма. Ал қанша жайлы кітап ол 3,5 мың немесе 4 мың теңгенің көлемінде. Бірақ жаңағы Ли Куан Юді әлемдік деңгейде танитын тұлға, былайша айтқанда, ал біздің Қаныш Сәтбаевты Қазақстанның ішінде біз қазақтар болып енді жақында ғана танып жатырмыз, оның еңбектерін елеп жатырмыз деген сияқты. Сондықтан да кішкене бір сондай іштен жаңағыдай бір өкініш сезім болады деп айтуға болады. Неге бір кітап 20 мың теңге тұрады да, бір кітап неге 3 мың 4 мың теңге тұрады деген сияқты. Бірақ қарасаңыз, екеуінде де жазылып жатқан тұлғалар өте ірі, сондай жасаған жұмыстарын айтып жеткізу мүмкін емес. Халыққа тигізген жаңағы пайдасын, жалпы елімізге жасаған жақсылықтардың барлығын айтып жеткізу мүмкін емес. Бірақ осындай жаңағыдай не деп айтамыз, әділетсіздік дейміз ба, білмеймін енді. Бірақ міндетті түрде осы кітапты сіздерге оқуға кеңес беремін. Міндетті түрде оқыңыздар. Сондай жаңа қазақ халқына деген сүйіспеншілігіңіз артып, былайша айтқанда патриот болып деген сияқты. Енді қазіргі таңда патриот деген сөзді кішкене бір сондай бір әзіл мақсатында қолданып жүргенмен, негізі өте керемет сезімдердің бірі. Жалпы мынау қазақ даласында сондай қазақтың маңдайына біткен бір туар азаматтардың бірі, оның өмірі жайлы жасаған жұмысы, оның барлығын айтып жеткізу мүмкін емес. Міндетті түрде оқыңыздар, кеңес беремін.